Сәлеметсіңдер ме, балалар? Здравствуйте, ребята! Бүгін бізде қазақ тілі сабағы. Сегодня у нас урок по казахскому языку. Дәптерімізді ашамыз, бүгінгі күннің жадын жазамыз. Откроем тетради и пишем сегодняшнее число. Қыркүйектің 8-і. Сен нешедесің? Тема нашего урока – сен нешедесің? Тебе сколько лет? Сабақтың мақсаты – таныс сөздерден құрастырылған қарапайым сөйлемдердің мағынасын түсіну. Сен нешедесің? Тебе сколько лет? Сен 6-дасың? Тебе 6 лет. Сен нешедесің? Тебе 7 лет. Келесі тапсырма. Тыңда, қайтала оқы. Прочитаем и повторяем. Әсел, Әлібек нешеде? Әсел, сколько лет Әлібеку? Әлібек 8-де. Әлібеку 8 лет. Анна, Саша 7-де ме? Анна, Саша 7 лет? Жоқ, Саша 8-де. Нет, Саше 8 лет. Екінші тапсырма. Второе задание. Балалардың жасы нешеде? Теперь ответим на вопрос, сколько лет детям. Посмотрите на картинку. Первое это у нас Әлібек. Ему 8 лет. Бірінші бізде Әлібек, оның жасы 8-де. Следующий у нас Анель, ей 7 лет. Келесі бізде Әнел, оның жасы 7-де. Дальше у нас Саша, ему 8 лет. Сашаның жасы 8-де. И последняя у нас Анна, ей 7 лет. Және бізде соңғысы Анна, оның жасы 7-де. Үй жұмысы, домашняя работа, 3-ші тапсырма, 11-ші бет. Сау болыңдар, балалар. До свидания, ребята.